Сан-Францискоға біздің өкілдікке барып паспортымды ұзартуым керек. Мен заңды ретінде Алматыдан, Қазақстаннан шыққаннан кейін осындай мүмкіншілік бар. Егер құжаттарым дұрыс болмаса, Қазақстанға барып сол жақтан жасату керек еді паспортты. Сондай мүмкіндік береді. Егер Америкаға шығатын болсаңыз, барлығын заңды түрде жасап шығыңыздар. Сол құжаттармен сіздерді қабылдайды. Көрдіңіздер, мына қызыл болып тұр, кептеліс болып тұр. Бүкіл жолдардың бәрі. Бірақ кептеліс болғанда осындай жылдамдықпен жүреді. Бұдан сәл жайырақ. Бірақ тұрып қалатын кез 1-2 минут болады, қалған кезде жүре бересіздер. 18 миль дейді, 18 мильді 1.65-ке көбейтіңіз, үйден 18 миль екен әуежай. Сол енді мына қызыл жолмен кетті. Мына қызыл деп көрсеткені кептеліс деп көрсетіп жатыр. Сол, құда қаласа енді бүгін барып, бір күн қонып, ертең консулмен кездесіп, сол күні ертең кешке қайтып кетуім керек. Сол, мына әуежайдың ішіне кірдік. Қазір біздің ұшақ 1 сағаттан кейін ұшады, тұрғызуы 40 минуттан кейін басталады. Соны күтіп отырмыз. Сол Америкада жүргеніме 1 жыл болды, бірақ қала арасындағы қатынайтын ұшаққа бірінші рет отырайын деп отырмын. Қанша тұрған, билеттің қанша тұрғаны, одан кейін бағасына не кіреді, не кірмейді, соның бәрін айтып шығам кейін. Адам көп емес негізі. Alaska Airlines дейтін компаниямен ұшам. Мына жақтағы бір күтетін жерлер жабылып тұр екен. Alaska Airlines дейтін компания рейстер өте көп екен. Соның біреуісімен ұшайын деп жатырмын ғой. Сол мына жақтан барып мінеміз, құда қаласа қазір. Адамдар күтіп отыр. Үлкен емес ұшақ. Екі жақтан, екі қатарынан келеді. Бисмилля деп отырдық енді. Жолым болсын деп тілеп атқан шығарсыздар. Амин. Amanda with armed doors for departure and cross-check, stand by for call. Отырғызып бітті, осымен енді ұшақтың қимылдауын күтіп отырмыз. Ал барлық құралдарыңды өшір деп жатыр. Сан-Францисконың үстінен келе жатырмыз, міне қонуға сәл қалды. Ал бисмилля деп қонып жатырмыз Сан-Франциско жеріне. Жақсы ұшақ екен, пилоты да жақсы екен, алхамдулилlah жақсы.
ұшақтан шыққан сәтіміз Сан-Франциско әуежайы. Арқалап жүретін рюкзакты көрдіңіз бе? Чемоданды бөлек алып бар үшін $30 тұрады, соны чемоданды алмай қойдым да, сөйтіп осы торбаға, арқаға іліп жүретін торбаға бәрін салдым да. Орысша рюкзак дейді ғой. Сонымен кетіп баратырмын Сан-Франциско қаласына. Әуежайдың сыртқы көрінісі, сыртқы болғанда ішкі сыртқы көрініс. Сонына жақтан Джигита США атты арнамында бір көрерменім бар, Ваня Бояркин дейтін. Сол жігіт достасып, мен дос болғысы келіп, дос болып алдық. Сол Сан-Францискода тұрады, соң келіп мен алып кететін болды. Соны күтіп отырмын. Сол Сан-Францисконың орталығына келіп, біздің консульстводан алыс емес, 9-10 минут жаяу жүрсең жетесің. Бұл жерден орталық болып есептелінетін көрінеді мына жер. Бірақ өте арзан қонақ үй, мысалы үшін кішкентай бірақ бөлме. Теледидары бар, ана жерде жуынатын жері бар. Бірақ терезе, тумбочка, екі адам сиятын жататын жер. Ассалаумалейкум. Жақта айна бар, сөйтіп қана. Әжетхана, мынау душ, жуынатын жер. Тәулігі $70 тұрады. Сол, енді мына үйдің сыртын қарайым десеңіздер, мінекей. Мына жақта осындай бөлмелер. Сөйтіп келсем, бір орыс қыз істеп отыр екен ресепшнда. Орысшалап бәрін тіркеп, ақшамды алып, сөйтіп мына жамылатын көрпені қолыма ұстатты. Яғни мына жақта жоқтығын мынаны қолыма ұстатты. Ұрлайтын көрінеді. Содан кейін сөйтем құдай біледі. Сол, мінекей, Сан-Францискода. Мына жақта тамақ жылытатын микроволновка, мына жақта тоңазытқыш бар ма? Кішігірім. Сол. Шаш кептіретін фен бар екен, мінекей. Істей ме, істемей ме білмеймін, тексермеппін. Бұлай өмір сүруге болады бір күн. Ертең қайтып кетем ғой. Сол $70 бағасы. Отельдің түрі мынау. Ескі таңайды. Құдай шүкір әйтеуір. Бір күн түнедік қой енді. Сол, мына шығатын есік түрі мынандай. Енді шығамыз. Мына отельден шыққан бет. Жаңа Ержан деген консул мырза хабарласып, негізі сағат 11-де тағайындалған еді. Менің сағат 11-ге таман келіскен едік. Сағат 9-дан кейін хабарласа телефоныма. 11-де келуші ме едің деп, иә десем, онда ертерек келе бер, бос болып қалдық дейді да. Соны қазір енді тез
тұрып кеше мына осы ресторанда бір сэндвич алғанбыз, соның қалдығын жеп, суымды ішіп жиналып шығып бара жатырмын енді. Қазір картаны қарап алайын. Мінекей Сан-Францисконың орталығы дейді осы. Қазір картаны қарап жалғастырамын. Сол керісінше жүріппін ғой. Мына жаққа таман жүру керек екен. Сол ертерек кел деп айтты. Негізі паспортыңыз бітетін болса, заңды түрде Америкада жүретін болсаңыз, бүкіл құжаттарыңыз заңды болатын болса, онда мына біздің мемлекетіміздің өкіметінің сайты арқылы, егов арқылы арыз тастайсыз электрондық түрде Сан-Францисконың консулдығына. Не деп, осылай өзі тізімін береді, қай құжаттардың суреттерін жіберу керек екен, соның барлығын жібересіз. Сөйтіп сізге имейлмен жауабы келеді, мен осындай уақытта келіңіз деп. Жоқ, сілтеме береді, бір сілтемеде кәдімгі календардың кестесі келеді. Сол календардың керекті күнін таңдайсыз. Сол күннің ішіне кіргеннен кейін бос сағаттары болады. Әрбір кездесу жарты сағат сайын қайталанады. Сонымен сағат 10:30-да болды, 11-де болды. Соң қой кешірек ұйқымды қандырып 11:30-да қылайын дедім. 11-де қылайын дедім да. Сол 11-де барамбай деп ойлағам ғой, сөйтіп хабарласып, ерекең ертерек келіңіз деп жатыр. Жарайды деп бәрін жинап, киімді қолыма алып кеттім енді. Негізі әдейі мына отельді, Еуропа дейтін отель, қонақ үй 04 миль дейді, 8 минуттық жер, жаяу жүретін болсаңыз. Соны әдейі шығым болмайын деп жақынырақ алғаным ғой. Бірақ жақын болғанымен арзан, орталық болғанымен $70 шықты ғой. Енді сапасын көрдіңіз, отельдің қандай екен. Негізі ескі қала ғой. Көрдіңіздер ме, қандай ғимараттар салып тастаған орталық қой. Мұны Сан-Францисконың түрі осындай. Ауа райы әрдайым осындай салқын болып тұрады. Күндіз жеңіл жемпір киесіз, кешке куртка киесіз. Жазда рахат дейді бұл жақ. Ең осы Калифорниядағы мықты ауа райы осында дейді ғой. Көрдіңіздер ме, ескі үйлер бәрі. Сол құда қаласа қазір бүкіл құжаттарымды тапсырғаннан кейін 80 күннен кейін дайын болады дейді. 80 күннен кейін қалай алатын білмей тұрмын. Соны қайтып келуім керек па, жоқ почтамен жібере ма? Соны сұрайым құда қаласа. Мінекей кіші ғана бір кеңсе GS5 дейді. Міне осындай жерде. Ән жерде екі терезе бар. Екі терезеден қызмет көрсетеді кәдімгі. Сон сияқты. Бір қабат төмен ғой мына жақтан. Мына бір бизнес орталық мына жақта. Әртүрлі мекемелер бар. Бір банкі бар деймі. Ә 456 үй Монтгомери көшесінде. Мінекей. Осындай заманауи ғимараттардың арасында орналасқан. Бір ғана жігіт жұмыс жасайды екен. Мінекей мына Монтгомери көшесі негізі. Мені кіретін жер осындай. Мен мына қателесіп мына жерге кірген едім.
456 дегенге қателесіп кіріп едім. Сөйтсем бұл жақта емес, мына жақта екен ғой. Сөйтіп мына жақта төмен эскалатормен түсу керек. Эскалаторға түсіп, бір ғана қабат, сөйтіп солға бұрыласыздар да, сол жақта консулдық бар, ана жерде. Ана бір тесікте ғой. Сол. Ал Илхом дейтін бауырымыз алып келіп, осында әдейі Қыдыртауға келіп, айттым ғой, бір сағат жол жүріп, мына жақтан Сан-Францискодан бір алыстау жерде тұрады. Соны менімен көрісіп, қыдыртқысы келіп. Мына Golden... Как называется? Golden Gate? Golden Gate Bridge деген атты көпір. Сан-Францискода ат шыққан. Соған алып келген ғой. Мына енді мұхиттың несі ғой, сулары. Енді мына көпірді көрдіңіздер, мына көпірді тартып тұрған, керіп тұрған қанаттар бар ғой, сол қанаттар немен жасалынған? Хорошо, жарайды қазір. И мынаны қарасаңшы, мынаны кесіп, мына бір қанаттың, мына тростың несі ғой, кескіні қарасаңшы, үлкендігін, адамның денесіндей. Соны қалай жасалынған қыр, сым темірлерді қарасаңшы, мына майда шүйді, соны бәрін біріктіріп, осындай бір тұтас қанат жасаған үлкен осындай труба сияқты, құбыр сияқты, бірақ құбыр емес, мынаның сырты да темірмен ораған ғой деймін. Міне осындай үлкен қанаттармен мына нені көпірді жасаған ғой. Міне 1930 жылдары жасалынған мына инженерлердің білімін қарасаңшы мықты қандай. Ал енді осы көпірді жасаған инженер, жобалаған аты Джозеф Страус 1870 жылы өмірге келіп, 1938 жылы өмірден өтіпті. 68 жыл жасапты ғой. Соған ескерткіш қойылған мына қандары неміс қой деймін. Мына Америкадағы ақ тұрғындардың тұқымы негізі неміс, 60% сондай немістер ғой. Содан кейін ғой Америка өте еңбекқор халығы, көбінесе солардың қолымен бүкіл қалалардың жолдарын салған ғой, уақытысында сөйтіп дамып кеткен. Сөйтіп немістердің қанында бар, білесіз ғой. Ал енді мынаны қазір дұрыстап түсірейін. Мынандай суретті қойыпты, мысал үшін қай бір жерден қарайтын болсаңыз, әртүрлі жылдарда қай этаптан өткен салынған, көрсетілген суреттерді көріңіз ғой. Жылжыған сайын жылдар өзгереді. Одан кейін көпірдің бөлшектері қосыла береді. Осындай қызықты нәрсе. Мына гүлдердің аты калы, осында табиғи өсетін жер екен. Әдемі гүлдер екен. Мына шыршаны қарасаңшы, мына гүлдерін қарасаңшы, қандай әдемі екен. Қандай әдемі қарасаңшы. Ал мына Golden Gate Bridge атты ненің көпірдің үстінен келе жатырмыз. Мінекей. Мына жақта адамдар өз-өзіне қол салады екен, сөйтіп адамдар құламайтындай мынаны биігірек мына торды орнатып қойыпты, темір тор. Мінекей көріністер. Біздің Қапшағайға ұқсайды деп айта салыңыз. Мен де сөйтіп айта салайын. Бізде де жақсы, тек бұларда емес. Мінекей мына қанаттың түрі осындай. Анау ат шыққан Алькатрас абақтысы түрме. Мына Сан-Францисконың түрі. Сол жақта болдым ғой мен жаңа. Мына жағалауы, адамдар шомылып жатыр жерде, серфингпен айналысып жатыр. Тиындар тастатын жаққа. Мына көпірдің түрі.
Мына тігінен ұстап тұрған қанаттың түрін қараңыз, міне. Қолымның үлкендігі. Мына ең бірінші бағанасын қойғаннан кейін осындай мына ескерткіш қойып қойыпты. Мына ескерткіш тақтай компаниялардың, адамдардың, тұлғалардың атын жазып ұстапты. Осы көпірді салған, ат салысқан адамдардың, компаниялардың түрі, аттары, яғни. Мына көпірдің жалғасы ары қарай о жаққа бармайтын болдық. Бірдей дейді бәрі. Тек қана ең биік жерде суға дейін 100 метр со жақтан өз-өзіне қол салатын ақымақтар со жақтан секіреді екен. Енді ат шыққан Алькатрас абақтын тағы бір қараймыз сізбен бірге, мінекей қазір. Әнекей. Бір аралда орналасқан ғой, адамдар қашпасын деп. Ең қауіпті қылмыскерлер, жауыздар со жаққа қамалған екен уақытысында. Алькатрас ат шыққан. Міне Илхом бауырым өзбек ресторанға алып кетті. Міне өзбек бауырымыз болмаса аштан өлеміз ғой. Осындай ресторандар бар екен. Палау жасайды. Соң қазір мейман қылып жатыр мені. Мейман дейді ғой оңтүстікте. Қонақ қып күтіп жатыр мені. Мына ресторанна халал дастархан, Сан-Францискода адресін кейін осы жерге жазып жіберем. Келіп, мына бір жыл болып ашылғандарына халал дастархан. Осында Сан-Францискоға келсеңіз, осыларға келіп тамақ ішіп кетіңіз. Қолдау болады оларға. Өзбек бауырларымыз. Міне осы ресторандағы тамақ, самсан алдық. Салат келеді, палаудың өзі. Кобра, шай бар, көк шай, лимонмен. Сөйтіп қонақ қылып жатыр Илхом бауырымыз. Рахмет оған. Ал тіркеуден өттім. Ұшақты күтуім керек. Құдай қаласа, міне әуежайдың түрі. Мінеке әуежай Сан-Францискода бос. Адам аз, пандемия болған екен, аз ұшып жатыр ғой адамдар. Міне сол Илхом дейтін бауырым қарсы алып қыдыртып Сан-Францискода өзбек ресторанға барып тамақтандырып, міне үйіме дейін беріп жіберген ғой, мына тамақтарды сатып алып. Алла разы болсын. Өте жайсаң жігіт. Кең, қонақшыл, айналайын, аман болсын. Тек жақсылық тілеймін. Алла тағала сол адамдарды беріп қойды жолыма. Еркелетіп мені. Негізі мына жаққа келген кезде ЖГТСЖ дейтін орысша арнам бар. Сол арнадан мені көріп, дос болып алып, сол жігіт мені қарсы алды. Оған да рахмет, Ваня. Қарсы алып, қонақ үйге дейін апарып, мен оны жібермей, қазақшыл жасап, мен оны былай айтқанда ресторанға апарғам. Мәселе көңілде ғой. Негізі мына жақтан автобустар жетеді $15. Уақыт бөліп, көлігімен келіп, алып кеткенге мәссің да. Мәселе көңілде ғой. Сол ағайын, міне осылай сапарымды Алланың күшімен атқарып, дұрыстап, мақсатыма жетіп, енді қайтайын деп жатырмын. Ұшақтың ұшуына дейін 1-2 сағат бар. Не істерін білмей отырмын. Құдай қаласа күтіп кетеміз енді, иншалла. Сол арнамда қалыңыздар. Кездескенше сау отырыңыздар. Міне берекелді жаңбыр жауып Сан-Франциско қаласына біз жолға шығып бара жатырмыз. Лос-Анджелеске.
LAX атты әуежайына келе жатырмыз. Жақын қалдық, мына Лос-Анджелес көріп тұр астымызда.